Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер. Әсем гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге күнделікті жаңағыдай барлығының бір өзекті мәселесі сол туралы айтайын деп тұрмын. Көптен бері түсірмей кеттім. Енді оның себебі білесіздер, жаз айы, қыдыру деген бар сияқты. Сол себепті енді бүгін сол бұйырып тұр. Енді сіздер білесіздер, қазіргі кезде өзекті мәселелердің бірі көбінен құмырсқа былай түрінен қарасаңыздар өте еңбекқор, жәндік болғанменен, яғни олар тіләні тасушылардың бірі. Яғни тілә дегеніміз білесіздер, қаншама талды, қаншама жаңа шөптерді, қаншама гүлді құртады. Сол себептен тіләні бірінші құртып алмай, немесе алдын алмай, ештеңе біз уже құтқара алмаймыз. Енді қараңыздар, мен сіздерге алдында талдар көрсеткен болатынмын. Енді кезекте мен жаңағыда құлпынайды білесіздер, мен көктемде еккен болатынмын. Қазіргі таңда міне өнім беріп бастап жатыр, жайлап. Бірінші өнімі. Тағы да мен қазір көрсетейін сіздерге. Міне өте керемет. Енді менде бір мәселе болып тұр. Яғни бізде қарап тұрсаңыздар, міне құлпынайым шығып жатыр. Дегенменен міне қаншамасы бар әлі. Міне қаншамасы бар. Бірақ дегенмен де шегірткелер де өте көп, бірақ шегірткелер емес, біздің жауымыз. Міне өте үлкен түрде бар. Яғни ешқандай химикатсыз, ешқандай удобрениясыз, тыңайтқышсыз өсіріп жатыр. Өзінің нағыз көлемі. Одан да негізі үлкен болады. Егер селитра қисақ, кальций селитра. Бірақ мен оны пока қолданып жатқан жоқпын. Міне өте керемет. Бұдан уже біз нешеуін жеген болатынбыз. Әлі қаншамасы бар. Енді сіздермен тағы не гүлдеп жатыр. Айтайын деп тұрғаным, клубникада неге кейбір клубникалар бар, қазір айтайын, кішкентайлау болып қалған. Мысал ретінде міне біреуі. Соның мен жаңа біреуін алдым. Қазір сіздерге көрсетем, қандай болып тұрған, қараңыздар. Яғни бұл ешқандай да шегіртке емес, ешқандай құстар емес. Міне құмырсқалар кәдімгідей ұя жасап, ішіне қоректеніп үй қылып алған клубникамызда. Сол себептен ол қалай келеді? Бізде мына біздің клубникамыз, және көрдіңіздер, міне жапырағына шейін. Бұл енді құмырсқа болатын болмайтын білеміз. Құмырсқа кәдімгі клубникамызға шабуыл жасап жатыр. Именно клубникамызда міне кішкентай өспей қалған, көрдіңіздер. Бұл әрине біздің ең бірінші түбін ғана емдеуіміз керек болып тұр. Түбін істегеннен кейін барып бізде жаңа клубникамызды өсе бастайды. Енді бұл бірінші еккесіне осындай көлемді болу керек. Бірақ клубникамыз міне кішкентайлау, көрдіңіз ба? Бұл яғни түбінде тілә бар деген сөз. Ең бірінші бізде құмырсқа қалай келеді? Мына арқылы мініп, осылай немізге барады. Біреу жүрген. Қажет қылды. Міне көрдіңіздер ғой, біреу жүр, сол арқылы бізге мына осы клубникамызды жейді. Енді біз түбін істеу үшін кәдімгі дүкенде сатылатын корица керек. Корица бізде көбінесе Индияда өсіріледі, білесіздер. Осындай бір шөптің сырты, соны ұнтақтарында осындай порошок болады. Яғни бұның иісі өте көп мөлшерде болса өте жағымсыз. Сол себептен осы иістен құмырсқалар қашады. Бұны енді қалай қолданамыз? Көбінесе мен айтып тұрмын, клубника пісіп жатқасын химикатты қолдана алмай тұрмыз. Яғни біз осы жерден алып жей береміз. Сол себептен корицаны осыны қолданып бөлейін деп жатырмын. Енді қараңыздар, кәдімгі басын аштым корицаны. Енді осылай әр біреуіне осылай үстіне осын бәрін шашып шығам. Міне. Яғни бұлар иісіне бола, міне. Көрдіңіздер, уже біреу түсіп жатыр. Иісіне бұлар уже қашады. Ұнамайды маған клубника иісі деп, сол себептен басқа жаққа қашып кетті. Дәл сондай бар, міне қазір. Ол да сондай, міне. Кішкентай өсіп алмай жатыр. Яғни бұл дегеніміз клубникамызда тілә бар деген сөз. Сол себептен осылардың барлығын ерінбей шашып шығарамыз осылай. Түбіне әсіресе сонда ғана, көрдіңіздер ғой, сонда ғана бізде клубникамызды сақтай аламыз. Міне мына жерде де клубникамыз тамшылату суары арқылы, міне көріп тұрсаңыздар, кішкене биіктеу істеу керек екен. Биіктеу істеген жоқпын. Міне құлпынайым шығып жатыр, бірақ та міне көріп тұрсаңыздар, әлі кішкентайлаулары бар. Бұда да яғни құмырсқа бар деген сөз. Ерінбей шашып саламыз. Яғни бұл ешқандай да зияны жоқ. Бізге де зиян жоқ. Жерде бала болғасын алып жей береді. Сол себептен осылай шашып шығамыз. Соны жеп қоямыз осылай. Каналға жазуды ұмытпаңыздар, пайдалы болса көрсе отырыңыздар.